Ауыл шаруашылығы саласы елімізде қарқынды түрде дамып келе жатқан және болашағы зор сала. Сондықтан облысымызда нақты осы бағытты дамытуға ерекше назар аударылуда. Өңірлік коммуникациялар алаңында өткен брифингте ауыл шаруашылығы басқармасының қорытынды есебінде осы жайында кеңінен айтылды. 2019 жылдың ауыл шаруашылығы саласына 30,4 миллиард теңге бөлінген болатын. Ағымдағы жылы ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы көлемі 275,6 миллиард теңгені құрап, өткен жылмен салыстырғанда 104,4% артқан. Оның ішінде егін шаруашылығы өнімінің көлемі 168,9 миллион теңге, ал мал шаруашылығы өнімінің көлемі 105 миллиард теңгеге жетіп отыр. Бүгінгі күнге Жамбыл облысымыз жаңағы өсім қарқыны бойынша ауыл шаруашылығы бойынша республикада ең жоғары көрсеткіш көрсетіп отыр. Бұны да айта кету керек деп жөн деп ойлаймын. Бұның барлығы осы облыстағы ауыл шаруашылығын қызмет жасап жатқан адамдардың еңбектерінің арқасында. Салаға 22,7 миллиард теңге инвестиция тартылып, ол 2018 жылмен салыстырғанда 18,6%-ға жоғарылаған. Әсіресе ауыл шаруашылығы дақылдарының ішінде күтімі келсе, пайдасы мен түсімі мол өнімнің бірі қант қызылшасы. Сондықтан тәтті түбірді өсіру, оның көлемін ұлғайту мен өнімділігін арттыру маңызы бар стратегиялық салаға айналып отыр. Бұл бағытта да атқарылған шаруа аз емес. Ал келер жылы облыс бойынша 5,6 мың гектарға қант қызылшасы жоспарда. Дәл осы жиында қаралған тағы бір мәселе Жамбылдағы жердің жағдайы. Суармалы егістік көлемі мен пайдаланылмай жатқан жер телімдері. Облыс аумағында суармалы жердің көлемі 1991 жылы 209,1 мың гектарды құраса, 2018 жылы 118,4 мың гектар болды. Бүгінде бұл алқаптың 97 мың гектары қолданыстағы суармалы жерлер. Осы суармалы жерлердің көлемін ұлғайту бойынша арнайы карта жасалды және бұл картаның аясында бүгінгі күнге біз 97 мың гектар жер нақты қолданыста екен, қалған жаңағы 90 мың гектарға жуық жер ол қалпына келтіруге жататын, және бұл жұмыстар қазіргі күні қарқынды жұмыс жүргізуде. Сондай-ақ суармалы және облыстық жерін ұлғайту бойынша әзірленген картаға сәйкес, жаңа айтып кеткендей, 25 мың гектар жер суармалы жер жайылымға ауысып кеткен болатын. Оның біз қазір әрбір аудан, әрбір шаруашылық бойынша анықтап, 17 мың гектарын түгел жаңа қайтадан суармалы айналымға айналдыруға мүмкіндік бар екеніне көз жеткізіп отырмыз. Сондай-ақ өңірде ет бағытындағы шаруашылық әлеуетінен қазір үміт көп. Өйткені аймақтың бұған толығымен мүмкіндігі жетеді. Әсіресе экспорт деңгейімен қарасақ, шаруалардың да діттегені ет бағытын дамытып қана қоймай, төрт түлікті асылдандыру. Биылғы жылы атқарылған жұмыс аз емес. Агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы негізінде әзірленген аймақтың бағдарламасы аясында келесі жылы облыстың ауыл шаруашылық саласында еңбек өнімділігі арта түспек. Аят Асқарбекұлы, Үміт Сейсенғали, Ұлжан Таласқызы, Жеті News.